Өзі мен мындай жаш балдар жөнінде айтайын деп шықтым. Отыр кішкентай балдар, азыркы жаш балдар суықтану менен таң қаламын да бұларғачы. Бұлардың бардық нәрсесі бар, жейін десе жей тұрған любой жейміштің түрі бар. Ішем десе любой нәрсе ішсе бола береді. Кием десе киімнің түрі бар. А біздің уақытта еш нәрсе жоқ болған. Біздің уақытта не болған? Біздің уақытта талау болған. Апаң менен атаң Малбазарбаттан бір торпақ менен 5 тоғайды алып кеп береді. Ошоны талақ айдап кетесің. Алдағы талақ арана торпағың оңға, қойларың солға қарап кетіп қалады ғой ана. Қайсы біріне барышты мында ортада иіле бересің. Азы мына малдар мал не екенін білбейді. Қана мал десең апасын өшетіп бетіна. Не апаң өшеттасын десең, апам үйде атам мал дейді ғой. Не екенін білбейді. Бардық шарты бар да ұшы. Етіп жашап берсе қолда мұна балдарша. Біздің оқтан наоборот да, тұрманасың мұнда. Азырқы жаш балдардан телефондан башы шықпайды. Телефондан башы шықпайды. Біздің башымыз малдан шықпаған да. Мал бұл проблема болған. Малды жоғатып қойсаң не? Атаңан таяқ жейсің. Ошымен тоқтадық шетсең, атаң апаң айтады, апаңан таяқ жейсің. Ошымен тоқтадысың, апаң бар, әкаң айтады, әкаң ұрады. Әкаңан қачып көшеге кетсең, көшедегі балдар ұрады. Şu өлбесем жашай берем дейсің деп аяқ жетеді. Өлбес үшін жашай делік та. Мына эми азыркы жаш балдар ушу өзүн өлтүрө албаса экен деп карайсың да. Өлүп калбаса экен деп попес деп карайсың. Болгону 580 сомго үйдөгү интернет менен телевидениеге 55% арзандатуу. Жогорку ылдамдыктагы интернет, 200дөн ашуун телеканал, кинотеатрларды көрүү мүмкүндүгү жана белекке приставка берилет. Саймак үйгүз толугу менен кошул. Қоқыс қарап атып жігітіп алған болсаң өлді да. Скорый шақырады ана қатын. Скорый шақырып қойған атаң мен апаңы ям шақырып қояды. Қайната қайнанең ям шақырып қояды. Олар келеді, как будто врачтың үргідей болып келеді. Олар не oldu деп. Көкірегін биік алып өлді. Ол врач өшеттағының чак салып тізеден қылып бәрін жазып беріп қояды. Біз жаштығымызда ойнап атып тамдың үстіне шығып ошеден дөпе түсіп кетесің. Өлбейді леге? Жаным орып, ауа жетпей. Қиын алып тұрсаң, атаң келіп, кәміне беліңе бірді. Тамнан түсіп кетіп, тұра алып жатқанда, атаң келіп, бірді тұрып кетесің ғой. Түсіп кеткеннен қаран атаң страшный бақ та. Жаның орып, чолаңда қасып кете бересің бұнда. Жөн қашырмайды атаңа. Чолаңды қай бас дейді. Атаңа қорқасың не? Түпсіз кетіп қалсың жаның орысы да. Түп-түз қачып. Атаң көрмей тұрған жерге бір бүрчекке оралып илайсың ба? Ата қандай бір таш болып өтті енді. Бекініп алып иласаң, өніңі шығармай ила дейді. Безуға түсіп қалған телефон қосып. Илеп отыр. Көшеден өтіп жатқан адам бұл илеп отыр, күліп отыр деп. Сәгейін атаң бар, яғынан бір болса балаң ор отады дейді. Атаң таш болды, өлмей тұр дейді. Жаны өз пішік болған екен. Талада жүреді екен. Тарпанап, тұттар қарылап, тікенектер қарылап. Жеріз қанап келсе де ұрып айтады жаны өзі. Қанап келсе бізде бір дәрі болған. Азырқы уақытта жаш балдарға дәрінің түрі көп, любой дәрі, әрбір дәрінің жаш баланың дәрісі қымбат. Біздің уақытта бір дәрі болған. Не болған? Бір жарың қанап келсе шымыл шашып келіп пішіп қалсын. Ол дәрі зор да, бекер да. Жаш баланың сейдегі любой нәрсеге дәрі. Қолын кесіп алсаң да жаш баланың сейдегі. Қойдың бұты сынып қатырды да жаш баланың сейдегі. Малдың емжеге құттап кесті да жаш баланың сейдегі. Бүрін тіші орасы да жаш баланың сейдегі. Ичі орасы да жаш баланың сейдегі. Жаш баланың сейдегі дәрі өзі желім оғыз да. Азыр қолдарды еттейсің. Жығылып түспесің болды. Қорқасың азырқы жаш балдарда не? Анан ошай деп жаны өз пүшшік болып, талада жүріп, кетіп отқан жерден жата қалып, аратан су ішеді. Айтмыз, сіздер осындай оған футболканы өдеге көтеріп, футболканы
Сонын эле ошо суу ол суу мындай азыр мына шаарда аккан тунук суу эмес ал. Ылайкан суу, кир, кумарлаш суу да. Футболканын арка бетине барсаң, кум менен ылай топтолуп калган болот го. Калганы оозуңа кирип кеткен болот. Тиштериң кычырап жүрөсүң. Азыркы балдарга ушу ооруп калбасын деп шаар мамлекет өзү бир таза суу берет, а? Крантындай бассаң таза суу берет. Ошого ишенбей фильтр коюп койтот азыр, О фильтрден чыккан сууну дагы ишенбесең кайнатып, кайнаган суунун бетин алып калганын төгүп берет. Анан ошо сууну комнатный температурага түшүрөт. Комнатный температурага түшкөн сууну балаңа берсе, ошону эми ичип өтүп кетет да. Бул биздин балдар кандай болот билбейм да. Өтө назик болуп кетет балдар. Буга ким күнөөлүү? Мына биз өзүбүз мына азыркы ата-энелер күнөөлүүбүз да. Балдарга өтө көп мээрим төгүп таштап атабыз. Өтө көп баласак болуп кетебиз. Өтө көп мээримди ушу боюнда болгондон баштап төгүп баштайт бизгилер азыр. Боюнда болуптур дегенде таза ошодон башка эч ким төрөбөй аткандай да. Боюнда болгондо каяка барат? УЗИге барат бала. Катын боюнда болду дегенде эле УЗИге бара берет, УЗИге бара берет, УЗИге бара берет. Как будто ичиндеги бала бир жака качып кете тургандай барат да. Азыр УЗИлер өнүгүп кетти. УЗИ өзү балага зыян. Оларга баары акчасы керек да келер дейт. УЗИнин бана 3D, 5D, 9D дегендер чыгып кетти да. 3 айлык баланын кимге окшош экенин көрүп берет экен, Нереге коюлуп тагылып. 3 айлык бала тырыш меме. Кулагы сага окшош экен деп калды. Көзү апасыныкына, оозу атасыныкына окшош экен. Сүйүндүрүп отурат, олар ишенип отурат. Мен ойлойм бары бир 20D деген УЗИ чыгабы дейм да. Апасын ора кылып эле атасынын белинен көрүп коебу дейм да ана. Атасынын жерине коюп, балаң жарым сага окшош, жарым апасына окшош экен. Ата мен үйлөнө элекмин. Билем, бирок жерден көрүндү. Эми өнүгөт да, бир нерсе, любой нерсе, уже өнүгөбү деп ойлойм да. Азыр эми анан ошол боюнда болуп, төрөшүндө 1 ай калганда любой боюнда бар аял кишинин бир проблемасы бар. Эмне? Бул сумка бу. Сумка даярдаш керек балага. Биздин убакта апаларыбыз, отурган апаларыбыз билбейт да, сумканы билбейт да. Көчөдө эле төрөп койгон да бизгилер. Азыркылар сумка даярдаш керек. О сумканын ичинде яман көп нерсе бар, Любой нерсе бар. Битте акушер жок да сумканын ичиндечи. Мүмкүн болсо ошо акушерде бүктөп туруп сумкага тыгып алса да ана. Просто мүмкүн эмес да. Сумканын ичинде эмне бар айтып беремби? Халат. Жалайыктын 3 түрү бар. Төрөгөндө арчый турган, анан кургаганда орой турганы бар. Кийин алмаштыра турганы бар. Домашний тапочка, салфетка влажный, сухой салфетка, бумага, энесине баласына памперс. Яман көп нерсе алат, Дарылар да алат, Баягы эмне? Марганцовка, йод, бипантен алат ана. Любой эне бипантен алат. Бардык нерсени алат. Сосканын түрүн алат. Жалпак соска, томпок соска, узун соска, кыска соска. Идиши менен соска, идиши жок соска. Биздин убакта бир эле соска болгон. Көп көрөң соска болгон. Мындай. Ол сосканы мен эмет элем. Менен кийин үйдөгү койдун козулары эмет эле. Эчкинин улактары эмет эле. Анан торпок эмет эле. Торпак тирип, анан катырып коет эле ананы. Кайнак суга малып жумшап туруп, кайра мен эме берет элем ананы. Мындай алып караганда мен торпоктор менен эмчектеш болуп эле чоңоюп калгам мен азыр. Кээде торпок менен талашып мушташып кетет элем, Бербей, атам, менин соскам бер. Торпок сүзүп коет. Соска талашып мушташып кетет элем. Азыр сумканын ичинде любой нерсе, İç kiyim, sırt kiyim, adamga bora turgan kiyim, o жерде кие турган кийим, кайра чыга турган кийим. Самындын түрү, рак самын, кир самын, детский самын, зубочистка, ухочистка, химчистка, любой нерсе бар. Любой нерсе бар, Şu мүмкүн болсо битте трансформатор салып алсаң болот да. Телефондун зарядын бетине салып коет. Зарядникти эч ким унутпайт, Себеби төрөгөндө история киргизет да. Мен төрөдүм деп. Баланы сыракка тартып, бетине гүлдү коюп, tüyüne elhamdülillah da жазып коет ана.
же болса сырға татып бетіне гүлді қойып тұрып добро пожаловать в наш мир деп жазып жатыр ана бала ешнәрсені түсінбейді, оған бәрі сүт керек, басқа ешнәрсе керек емес та. Көңіл бұрыңыздар. Москва шаарында эмгектенип жаткан мекендештер, сиздер үчүн врач-стоматолог Бегалиев Мақсатбек Эсеналиевич стоматологиянын бардык кызматтарын көрсөтөт. Бизде консультация жана рентген акысыз. Дарегибиз метро Дубровка, улица Шарика Подшипниковская 40. Дем алышсыз 9-дан кечки 9-га чейин. Кененирээк маалымат үчүн телефон 8999 555 84 77. Ошентип атана роддомго апарасың. Роддомго апарганын проблема эмес, алып чыгышың проблема да ана. Роддомдун түрлөрү бар, тандайт боюндан чогулуп тандап жүрөт. Бул жер болбойт, суук экен. Бул жер болбойт, жатаканасы начар экен. Бул жердин адамдары зери күчтүү экен деп роддом тандайт. Мен мисалы үчүн роддомдо туулган, бирок чоң агам бар, 3 тууганбыз. Акам жолдо туулган, кичине акам жаңы үйдө туулган. Жаңы үй деген силерде да болгонбу? Үйдүн 4 комнат үйдүн 1 комнатын ремонт кылып жаңы үйдө коесуң. Олиге өмірі кірбегенбіз. Апам жаққа кірсек, аяққа мейман келсе керет деп жауып. Ал жаққа кіріш біздің мешіт ауыз болған да. Жаңы үйде. Апаң мен атаң бір жаққа кеткенде ешігін ашып кіресің. Музейге кіргенде кіріп барасың жаңы үйге. Кірсең içinde соның тумбочкалар, шкафтар. Екітап болып тұрған болдың. Балық сілер не үйіңерде болған? Balık işeden ha? Köpçülük mü o? İşeden balık. Banda UFC'de remen tapşa olsa remen olsa saat var elin yerimde. Duvar gelip batırın. Kol saatin çoğun altın süvette ha? Ciddi. Ciddi bana tangalı götürsem çoğun atan ben çoğun tüsürüp durgan bolot. Çoğun böyle süvette. Çoğun atan 300 litre bolot mu? Çoğun atan çoluk kişiden kişi falan. Hem çoluk kişi ette kanesta 15 tane törөгөндөн кийин ana. Çoğun atan 300 litre. Тирик болсам дағы үйренетілім деген. Ол комнат бізге жаңы үй қызық болғанда ма, сілерге білмеймін. Не деп аттым білем, үйге кіріп кеттіп, шыққылауын ойдан, ә? Ояққа кіріш мүмкін емес, ояққа апам кірбеге деген. Өшен деп, роддомға апарғаннан ап шығыш қиын болғанда, қиын болғанда қонда, қиын да азыр. Ап шығыш үшін даядынасың, қадимкідей, аккордеон сөйлешесің, аккордеоншы келеді. Kameraçı söylüyorsun, kameraçı öğret. İki takısını anda karma tarafından da. Dostlarım içirişin gerek, onlar kayıp boş gerek. Soğusa yan bulmaya kalatın ha. Oğlum arakta bire töre vata işecek, bir yakta hakikaten tık 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 tık. İçkeride bire sırtta basa tık 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 atasının ballası burada da. Bir yakta atası gelet, maşinanı jaltıldat, juvolgan, lentalarda baylap, şarlarda ilip, lavaboyun arkasına жазып koyat, spasiba, sığınadı. Öyle de kuday töre değil, bilmiyorum ama ne olsa. Spasiba, любимая за сына деп жазып барлар. Алдына чоң мишканы гайшитіп байлатып қойды. Мишкадан не күнә деймін, ошодан кейін қайненең байлап алмайсың ба? О, мишка 180 келген да, алды да. Не жақтарын ұнай қойған. Дағы жақшаны жаны жоқ нәрседе, жаны бар болса, алдынан түшірі шопырды сөксе керек. Не алдыға байлап қойдың десе керек та. Ошондай нерселерди ленталарды алып шампанскийлер как будто ана бала комиссия текшере тургандай да. Кичинекей бала чыгып, кара академчи келди. Кара. Камерачычы. Кара бижилер. Бишкалар гана текшере тургандай даярданып барат, биздин убакта на барат. Мен төрөлгөндө атам боюнда бар экенин билбеген экен, Мен төрөлгөндө атам, "Мен сен боюнда бар беле?" Мен уже төрөп койдум. "А сен төрөдүңбү?" Taşlap koyup dostlarıma inişik etip koyar ekan. Apam beçara meni kötörüp özü taksi menен kelген ekan, Muna ошондой көп мээрим төккөндөн айынан мына балдарыбыз кайра слабый болуп кеттабы деп ойлондум. Мен ошону айтып коеюн деп чыктым. Рахмат. Садык Душанбайұлы.